Шаруа қожалығы 2003 жылы ашылған. Әкем марқым ашып беріп, міне 5 жылдай болды, өзі қолыма алып, өзім айналысып жатырмын. Аудан орталығынан жаңағы өзіміздің СТХ бар, жаңағы осындай шаруашылықтарға көмектесетін. Соған барып, жаңағы СТХ мүшесі болып кіріп, несиесін алып, мал шаруашылығына көңіл бөліп отырмын. Қораны көрейік. Қораны осы мал шаруашылығын бастардың алдында 3-4 жыл бұрын өзім қаржыма салғам. Міне қора примерно 60 бас малға салдым енді. Қазір енді 60 бас малым ондай ала қаласа болады деп ойлаймын. Қора жылы, жақсы, ыстық деп айтуға болады даже. Қысқа дайындық, шөп дайындадық. Жаз бойы бір 120 тоннадай шөп дайындадық. Қысты күні малдың жүретін жері, өш кезде мал жүреді. Мынау кезде шөпті қоршайын. Мал өш кезде жүреді. Осыдан 3 ай бұрын Кертінді ауылынан Нұрбол Мусин деген жігіт өтініш берді. Несие алам деп өтініш берген, 20 бас сиыр, бір бұқ алам деп. Несие 6%, онша көп емес. 2 миллиондай кепілдемесі жетпей қалып, Қазагрогаранттың акционерлік қоғамының Қарағандыда ашылған өкілдігіне өтініш беріп, солар 2 миллионға кепілдік беріп, біз 4 миллиондай несие бердік Нұрболға. Қазір енді 30 бас сиыры бар, сосын бұзаулары бар, егін шаруашылығым бар. Домаландыра берем шаруамды. Ары қарай. Қазагрогаранттың залогы жаңағы залогқа өте жақсы көмектесті, өйткені ол жаңағы өздері кепіл болып, менің шаруашылығымды көріп, келіп тексеріп, менімен сөйлесіп, бірнеше рет барып жаңағы ақылдасып, етіп, өздерін 50% қосымша ақшаларын қосып беріп отыр. Бұрын сақпозы уақытында нау кезде не болған? Дойкама бірдене болған көм, наскважын. Содан қалған. Мында өзіміз тазылап, астау қойып, насос алып, өзіміз жаңағы мал таза су ішсін деп. Постоянно таза су. Құжаттардың бәрі дайын болса, залогың бәрі дайын болса, сондай қиындық тудырмайды. Соны алдын ала дайындап алып, соны нетсе, былай көп уақыт алады деп айта алмаймын. Енді гарантия алу сондай қиын деп айтпаймын, жаңағы сол құжат қой бәрі. Енді адамның ынтасы болса, бәрін істеуге болады дейді ғой. Істейм десе, адам істейді. Істемейм деген адамға алдына апарып шайнап берсең де оны жұтпайды. Бір неткеннен кейін, бір қайтарғаннан кейін, одан басқа да алуға болады. Қорқатын ештеңесі жоқ. 60 басқа дейін көбейтем ба деп ойлаймын. Шама келгенше 100 бас қылдырам, деніміз сау болсын енді. Содан жаңағы өзім малымды өз кезде бағып, бір үйір жылқыстағым келеді осыған қосымша. Жем шөбімді әзірлеп, аткорм площадка жасағым келеді өзім, шағын аткорм площадка. Үкіметтің көмегіне көптен көп рахмет айтуға болады. Өйткені қазіргі кезде осындай ұсақ шаруашылықтарға көмек өте қажет деп ойлаймын. Осылай мал алып, мал көбейтіп, жаңағы өзімді еліміздің экономикасына үлесімізді қосамыз деп ойлаймыз.